алаш қайраткері ұлт ұстазы Ахмет Байтұрсыновтың мұғалім қандай болса, мектебі де сондай болмақ дегеніндей, мектептің мықты болмағы терең білімді, білікті, құзыретті мұғалімдерден екені ақиқат. Мектеп гимназияда балалар өмірінің қауіпсіздігі басты назарда. Осы орайда адамның бет әлпетін танитын турникеттер орнатылған. Оқу кабинеттеріне, мектеп дәлізінің қалтарыс жерлеріне, спорт залдарда, асхананың ас дайындау бөлмесі бейнебақылау қондырғылармен жабдықталған. Ұялы телефондағы қосымша жүктеме арқылы ата-аналар да баласын бақылай алады. Алдымен мектеп гимназия тарихына тоқтала кетейік. Мен осы мектепке жұмысқа келгенде бұл мектеп ешқандай жасыл желек жоқ, қуаң далада жаңадан салынған болатын. Мынау менің идеямен ашылған тарихи өлкетану мұражайында мына суретте көріп отырсыздар, елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың Нұрлы көш бағдарламасы бойынша тұңғыш рет елімізде көршілес елдерден, алыс жақын шет елдерден қандастарымызға көшіп келуге мүмкіндік туып, Асар мөлтек ауданы құрылды. Құрметті отандастар, қадірменді ағайын, қазақ деген тарша шашылып дүние жүзіне кететін уақытысы болды, заманы болды. Біз сол тарап кеткен қандастарымызды елге қайтару үшін әдейі жоба жасап, көмек жасап жатырмыз. Ал мектебімізде жалпы оқып жатқан оқушылар бұл Қазақстан Республикасына шет мемлекеттерден, Өзбекстан Республикасы, Түркменстан, Қытай, Түркия республикаларынан көшіп келген қандастарымыз тұрады. Негізінен мектебімізде оқитын оқушыларымыздың 98% осы қандастарымыздың ұл қыздары. Аталмыш білім беру мекемесі алдымен жалпы орта мектеп, 2020 жылы тамыз айында гимназия, сол жылы желтоқсанда дарынды балаларға арналған мамандандырылған мектеп гимназия мәртебесін алды. Жалпы оқушылардың бойында қазақ халқының тарихына деген қызығушылықтың, отанға деген сүйіспеншіліктің қалыптасуына ерекше мән беріледі. Оның жанды дәлелін тарихи құнды жәдігер алып тайғазаның ағаштан жасалған көшірмесі, алтын адам макеті, киіз үй, қос дөңгелекті арба, тағы сол сынды жәдігерлерден көре аламыз. 2020 жылы президент Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың тапсырмасымен Абай Құнанбайұлының 175 жылдық мерейтойы аясында Абай есімін алу құрметіне ие болды. Бұған дейін де ашылғалы бері Абайдың шығармашылығын насихаттауға кеңінен көңіл бөлініп келеді. Абай қара сөздерін әр аптаның бейсенбі күні талдау жүйелі жолға қойылған. Өнерпаз оқушылар үшін демеушілер тарапына ұлттық киімдер тігіліп, ұлттық аспаптар алынды, мольберттер жасалынды. Оқушылардың ән айтуға машықтану үшін вокал, хор үйірмелері, би үйрететін хореография, сахналық қойылымға машықтандыратын және қолөнерге баулитын тегін үйірмелер де жұмыс жүргізеді. Мектеп дәліздеріне қойылған шахмат үстелдері де, бастауыш сынып оқушыларына арнайы сатып алған логикалық ойындар да оқушылар логикасын дамытуға игі әсер етуде. Дебат клубы да оқушыларды ұшқыр ойлауға жетелейді. Бірге оқу жобасының аясында кітапханада түрлі іс-шаралар да жүйелі өткізіліп тұрады. Қазіргі таңда қалалық, республикалық конкурс, байқаулардан 500-ден астам оқушы жүлделі орынға ие болған. Салауатты өмір салтын насихаттауға, бұқаралық спортты дамытуға да баса назар аударылады. 20 шақты тегін спорттық үйірмелер жұмыс істейді. Әртүрлі деңгейдегі түрлі спорттық жарыстардан 700-ге жуық жүлдегерлер шықты. Оқу үдерісінің сапалы ұйымдастыруынан ерекше назар аударылады. Мұғалімдер жаңартылған білім мазмұны аясында түгелдей сертификатталған. 63 оқу кабинеті, заманауи үлгіде жабдықталған арнайы STEM, биология, химия кабинеттерде және ағылшын, орыс тілдерінде арналған лингофондық кабинеттер бар. Мұғалімдерге сабақтарын түрлендіріп өту үшін барлық жағдайлар жасалған. Барлық кабинеттер интернетке қосылған компьютерлермен қамтамасыз етілген. 2012 жылы ашылғаннан бері 60 түлек алтын белгі, 40 түлек үздік аттестат, мемлекеттік грант иегерлерінің саны 700-ден астам, жыл сайын ұлттық бірыңғай тест көрсеткішімен үздік үштік қатарынан көрініп келеді. Мектепшілік ақиқат оқушылар ғылыми қоғамы жұмыс жасайды. Министрдің 514 бұйрығынан және Дарын республикалық ғылыми практикалық орталығының жоспарына сай қалалық деңгейдегі олимпиада, ғылыми жоба, түрлі зияткерлік сайыс, байқаулардан 500-ден астам оқушы, республикалық және халықаралық деңгейлердегі олимпиада, ғылыми жоба, түрлі зияткерлік сайыс, байқаулардан 100-ге жуық оқушы жүлдегер атанды. 2020-2021 оқу жылына жалпы білім беретін пәндер бойынша республикалық олимпиададан 4 оқушы жүлделі орынға ие
болып, мектебіміз Қазақстандағы 100 үздік олимпиадалық мектеп құрамына енді. Шымкент қаласында білім инновациялық лицейі мен Назарбаев зияткерлік мектебінен кейін үздік үштік қатарында. Балаға білім беру жолында өз білімдері мен біліктіктерін мектеп мұғалімдері ұдайы шыңдап отырады. Бірінші тоқсаннан кейін күзгі демалыс кезінде мектепшілік мұғалімдер олимпиадасы, пән бойынша тестілеу, жалпыға міндетті білім стандартында оқушылардың пән бойынша меңгеріп шығу дағдыларын білуі, Блум таксономиясына негізделген қысқа мерзімдік жоспар құру, эссе жазу сияқты кезеңдер бойынша өткізіліп тұрады. Іріктелген жеңімпаз мұғалімдер қалалық мұғалімдер олимпиадасына жіберіледі. Биылғы жылы да 11 мұғалім қалалық білімді мұғалім сайысына қатысып, 10 мұғалім жүлделі орындарға ие болды. Бастауыш сынып мұғалімі Өскенбай Тамила бас жүлдені жеңіп алып, сайыстың республикалық кезеңіне жолдама алды. Арман Шымбайұлының идеясымен және әдістемелік қолдау көрсетудің арқасында 80-нен астам ғылыми әдістемелік құралдар, оқулық және көмекші құралдар құрастырылды. Оларға Қазақстанның еңбек ері, білім саласының үздігі Аягүл Миразова да жоғары баға берді. Кітап жазу деген ол әңгіме жазу емес, ол оңай дүние емес, ол әдістемелік болсын, дидактикалық болсын, құрал болсын, ол өте үлкен ізденімпаздықты, өте білгірлікті талап ететін дүние. Енді өзімізде жаздық қой, сондықтан оның оңай нәрсе емес екендігін өте жақсы білем. Осы еңбектеріңе табыс тілеймін, айналайын. Сондай ризамын осындай мектептің бар екеніне. Мұны шынымен республикаға таратып, көрсетіп, соны бір рет емес, 1000 рет көрсететін дүние. Білім ордасында оқушылардың бейініне, түрлі қабілеттеріне қарай дамыту, тәжірибелік жұмыстардың жүзеге асуына да көптеген мүмкіндіктер бар. Әсіресе, екі қолмен жазу арқылы мидың екі жартышарын дамытуға ықпал ету үшін тәрбие сағаттарында 15 минут машықтандыру жұмыстары жүргізіледі. Оқушылар жаратылыстану пәндері бойынша алған білімдерін тәжірибелік тұрғыда мектеп жанынан демеушілердің көмегімен құрылған жылыжайда жүзеге асырылады. Жанды табиғат бұрышы жасақталған, кептер, қоян өсіру қолға алынған. Қуаң далада бой көтерген мектеп ауласын көгалдандыру үшін демеушілермен бірлескен қыруар жұмыстар жүргізілді. 2500-дей жеміс, декоративті ағаштар, 5000-ға жуық раушан гүлі, 300-ден астам қызғалдақ отырғызылды. Мектеп кеме, білім теңіз дегендей, мектеп гимназияның білім теңізінде өз бағытын дұрыс таба білуге бағыттап, капитаны іспеттес болған мектеп гимназия директоры Орынбековтың нағыз көшбасшылық қабілетінің арқасында 10 жыл ішінде республикаға танылып үлгерді. Тарих пәнінің мұғалімі, магистр, Абырай Алтынсарин төсбелгісінің егері, Қазақстан Республикасы үздік педагог 2019 байқауының жеңімпазы, Қазақстан Республикасы Білім ғылым министрлігінің үздік педагог төсбелгісінің егері. 2020-2021 жылдары әлем мұғалімі халықаралық сыйлықтарының іріктеу кезеңдеріне қатысушы. 2021 жылы тәуелсіздіктің 30 жылдық тарихында Қазақстанда тұңғыш рет ие болғандардың қатарында Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың жарлығымен Қазақстанның еңбек сіңірген ұстазы құрметті атағына ие болды. Ұстазы мықтының ұстанымы мықты демекші, дарынды балалардың үздік ұстаздары легін қалалық үздік педагог 2020 байқауының жеңімпазы Табилдиева Айжан Темірханқызы, қалалық үздік педагог 2021 байқауының жеңімпазы Есенбекова Күлімкөз Шернебайқызы жалғастырып отыр. Мектепте 7 шебер педагог, 49 педагог зерттеуші, 56 педагог сарапшы, 37 педагог модератор, 5 жоғары санатты, 2 бірінші санатты, 2 екінші санатты мұғалім және 19 магистр бар.